Некеге тұруға мәжбүрлеуден басталып сталкингпен жалғасқан қылмыстың соңы адам өліммен аяқталды. Жыл басында Шымкентте Нұрай Серікбайдың өліміне қатысты қоғамда қызу резонанс туды. Іс сотқа шілдеде жетіп, жақында үкім шыққаны сіз бен бізге белгілі. Сонымен шулы істің жай-жапсары қандай? Бұл жөнінде заң алдында бағдарламасында армысыздар. Қазақ тілінде ашық сот осы талқыланады. Қатысып баяндаңыз, Қайғылы оқиға болған күннен бастап бұл жайт қоғамның да, бақ өкілдерінің де назарында жүрді. Тергеуден сотқа шілде айында жетіп, алғашқы сот отырысы 21 шілде күнге белгіленді. Ол күні сот залына жиналған көпшілік көп нәрсенің беті ашылады деген үмітте келді. Бірақ құрметті тараптар, бүгінгі сот отырысына сотталушы денсаулығына байланысты қатыса алмайды деген анықтама беріліп отыр. Осылайша сотталушы алғашқы процеске суық тиіп қатыса алмады. Одан кейін қос тарап заңгерлері сот процесін бұқаралық ақпарат құралдары беттерінде жариялау жағын талқылады. Жәбірленуші жақ бұл істі көрсету керек десе, сотталушы жақ түбегейлі қарсы болды. Бұл жөнінде судья сотталушының жоқтығына байланысты шешім шығара алмайтынын айтты. Және келесі сот отырысы қай күні болатыны да нақтыланбады. Яғни менімен осы нөмір 69 мекемесіне және осы емдеу мекемелеріне тиісті сұрау салу хаттар жолданады. Яғни бұл жерде қандай диагнозбен қай уақыттан бері және ол қанша уақытқа созылатыны туралы іс бойынша жүргізілген тиісті сараптамалардың нәтижесінде оның дені сау екендігі, тергеу мен сотта жауап бере алатындығы, өзінің жасаған қылмысын толық ұғына алғаны және әрекеттеріне жауап бере алатыны туралы көрсетілген. Сол себепті қазіргі таңда мен мынау анықтаманы көзбен көрмегеннен кейін кішкене күмәнмен қарап отырмын бұл жерде. Сотталушының жағдайы бірнеше күннен кейін жақсарса керек. Сот залына қатысушылар қайта жиылды. Бірінші болып мемлекеттік айыптаушы сөз алып, көпшілікті айыптау актісімен таныстырды. бірінші бөліктен жасаған, яғни некеге тұруға мәжбүрлеу, яғни адамды күш қолдану, немілікті жою немесе бүлдіру қатерін төндіріп, сол сияқты бопсалау жолымен оның ішінде жәбірленуші немесе оның жақындарына масқаралайтын мәліметтерді не жариялау немесе тарату жәбірленуші немесе оның жақындарының мүдделеріне елеулі зиян келтіру мүмкіндік, өзге де мәліметтерді жариялау немесе тарату қатерін төндіріп некеге тұруға мәжбүрлеген. Оқиғаға қысқаша тоқталсақ, сотталушымен марқұм Нұрай Серікбай былтыр шілде айында Шымкентте ортақ таныстарының тойында танысқан. Кейін әлеуметтік желілер арқылы сөйлесіп, кездесіп, жігіт қызға түрлі сыйлықтар берген. Сөйтіп 3 айдан кейін жігіт қызды алып қашады. Мемлекеттік айыптаушының сөзінше, сотталушы жәбірленушіні қарсыласқан жағдайда немесе басқа да әрекет жасайтын болсаң, екеумізде жол көлік оқиғасына түсеміз деп қорқытқан. Яғни еркінен тыс алып қашқан. Бірақ сотталушы ортақ келісім болды деп отыр. Біздер екеуміз Шымкент қаласына 4-ші қазан күні 2025 жыл не себеппен Шымкент қаласына Алматы қаласынан шығу туралы шешім қабылдадыңыз? Айына бір рет келіп тұрасың, және де үйге қайту керектігіне мен үйге қайтамын деп қалай болады деген бір ол мен кейін ол да өзі айырылғысы келмей отбасы болғысы келген айтты. Және де сондай әңгімелер мен Нұрайға отбасы болайық деп сөз салған болатынмын. Содан кейін ол өз келісімін беріп, екеуміз 23-30 шамасында Айымызбай жақтан төмен түсіп, Шымкент қаласына жол тартқан болатынбыз. Өз келісіммен отбасы құрамын дегеннен кейін бірге келген болатынбыз. Бұл жауаптан кейін жәбірленуші тараптың қорғаушылары сотталушыны сұрақтың астына алды. Өздерімен келген адам не қылады бұл хат жазып? Хабаршы ретінде бару үшін, көрсету үшін, ата-анасына айту үшін. Қазір ұялы телефон байланысын дамыған заманы. Салт дәстүр бойынша. Келесі сұрақ. Не үшін онда Нұрайдың ұялы телефонын алып қойдыңыз?
Қандай ұялы телефон? Өзінің iPhone 15 маркалы ұялы телефонын алып қойғансыз сол кезде. Ол автокөліктің алдыңғы мынандай ашылып жабылатын машинада бар. Сол жерде тұрған болатын, өзінің қолында тұрды әрдайым. Нұрай Серікбайды сотталушының үйінен ағалар алып кеткен. Үйіне барып тікелей Нұрай отқан комнатаға кірдік. Нұрай отқан комнатада көп бір 10 шақты әйел кісі отыр екен. Сонымен 1 минутқа шатырыстым шықты. Есікті құлдап қойған едім. Сөйтіп Сұлтан сұрады Нұрайдан: "Сен бұл өзіңнің шешімің бе?" деді. Нұрай: "Жоқ, мен қорқып жатырмын, мені алып кетші тез" деді. Ол оқиға жөнінде естіген полиция өкілдері де іске араласқан. Бірақ сотталушы Нұрайға енді жақындап мазаламаймын дегесін тараптар тарқасқан көрінеді. Сол күні істің басы қасында жүрген тергеуші де сотта куәлік етті. Үйде жаңа той атмосферасы болып жатқан, адамдар көп, қуанышты көңіл күйде. Сосын мен және қасымда жедел уәкіл екеуміз бірге кірдік. Жедел уәкіл екеуміз қыздан мән-жайды сұрадық. Шерханды ол айтты, өзінің жігітінің Шерхан екенін, екеуін соңғы 3 айдан бері қыз-жігіт болып қарым-қатынаста болған. Осы үйге өз еркіңізбен келдіңіз бе, қайдан келдіңіздер дегенде Алматы қаласынан өз еркіммен келдім деп. Нұрай Серікбайдың өлімінен кейін бұл тергеуші қызметтен босатылған. Енді осы жәбірленушінің қазасына себеп болған қылмыстарға айыптау желісімен тоқталсақ. Полиция бөлімінен тарағаннан кейін сотталушы келесі күні Нұрайды іздеп Алматыға барады. Бірақ қыздың Шымкентте екенін біліп қайта жолға шығады. Келесі күні, яғни қазанның 7-сі күні түскі сағат 12 мен 2-нің арасында сотталушы қызға 76 рет хабарласады. Кейін түнде тағы бірнеше рет қоңырау шалады. Онысынан түк шықпағаннан кейін аңдуға көшкен. Кейін тағы 70 рет хабарласқан. Құрбыларына жазып, бірнеше рет Алматыға іздеп барыпты. Бұл бойынша сотталушыға сталкинг дерегімен айып тағылып отыр. Зорлық, зомбылық аса көрсетілмей, қатты күшті көрсетілмей, адамның еркінсіз оны мазалау деген сөз, сталкинг деген. Ол енді өмірде әдейі кездесетін нәрсе, сондықтан және жиі болып та тұрады, бірақ бұрын енді оған аса мән бермейтін. Ал кейінгі кезде сол сталкингтен әрі қарай басқа ол өрбіп кетеді. Солардың алдын алу үшін осы сталкингті да заңға заңгерлер кіргізіп отыр. Күдікті Аймахан өзінің жасаған қылмыстарымен шектелмей 10 жалғастыру мақсатында 11 қаңтар 2026 жылы сағат 18:30 шамасында жәбірленуші Серікбайдың үй жағына барып автокөлік ішінде болған бір дана қара түсті «Узляр сделано в России» және «Коршун 2» деген жазулар бар пышақты үстіндегі киімнің қалтасына салып алған. Сол уақытта дүкенге шыққан жәбірленуші Серікбайдың жолықтырып саябаққа баруға ұсыныс жасаған. Алайда жәбірленуші Серікбай бұл ұсыныстан бас тартып, үйіне қайтатынын айтқан. Сол себепті Аймаханның ойына адам өлтіру ойы туындаған. Содан қылмыстық ойын жүзеге асыру үшін ыңғайлы уақыт күтіп, жәбірленуші Серікбай мен Төлеуметов көшесі 69/39 және 69/26 көп қабатты тұрғын үйлердің ортасына өтіп жатқан кезде күдікті Аймахан өзінің қылмыстық ойын жүзеге асыру мақсатында қалтасына алдын ала дайындап алып келген пышағын шығарып, жәбірленуші Серікбайдың денесіне пышақпен 5-6 рет жарақат салған. Одан бөлек мемлекеттік айыптаушы сотталушы Нұрай Серікбайға қайта келіп, 35 рет пышақ сұққан деп отыр. Көп қан жоғалтқан қыз көп ұзамай сол жерде көз жұмады. Не үшін 14 қаңтар күні Нұрайға барғансыз? Соны түсіндіріңізші бізге. Осындай іс қылықтарынан кейін және де айтып өткен жан күйзелісіне ұшырадым, және де неше түрлі сөздер айтып мазақ қылғаннан кейін мен Нұраймен қоштасу мақсатында мен Нұрайға 18:00 уақытысында Громад сауда орталығында жолығуды сұрадым. Сіз ең алғашқы жауабыңызды есіңізге түсірсеңіз, сіз мойындап жауап бердіңіз. Яғни істің толық мән-жайын айтып. Қазір сіз кінәңізді мойындамайтынын көрсетіп тұрсыз. Себебін айтыңызшы сотқа. Құрметті төраға етуші мырза, ол сәтте мен есімде жоқ деп жауап берген болатын. Аффект жағдайында болдым деп. Мұнда сіз Нұрайды өлтіретіндей нақты себебіңіз не болды? Нұрайды жақсы көрем. Онда қазда ұмыта алмаймын. Оған ондай мотив ешқандай ойда туындамаған. Қазірде жоқ ондай ой. Түсінбедім сұраққа мотив. Сотталушы қылмыс орын алған сәтте есімді жоғалтып алдым. 2019 жылдан бері осындай ауруым бар деді.
оған түрткі болған жан күйзеліс пен аффект жағдайы деді. Сіз аффект деп отырсыз да? Не мағына білдіреді осы сөз? Сіздің түсінігіңізше не ол аффект деген? Аффект деген, мысалы, ауыр балағат сөздер айтып, или жан күйзелісі болған кезде, немесе әртүрлі кезде, қайғырған кезде, сондай адам сондай күйге түседі. Сондай күйге түскен адамды аффект жағдайы деп айтады. Кейіннен сотталушы Нұрай Серікбайдың жақындарынан қоғамнан кешірім сұрады. Бірақ тағылған айыпты не жоққа шығармады, не мойындамады. Өкініш білдіресіз ба жасаған ісіңізге? Мен осы іс әрекетінен Нұрайдың ата-анасынан, және ағаларынан, туысқандарынан, және де өзімнің әке-шешемнен, және де барлық әулетімнен кешірім сұраймын. Бұндай іс әрекетке мен жетеді деп ешқашан ойламаған. Нақтылап кетіңізші. Кешірім сұрап жатсыз, өкініп жатсыз. Нақты қай әрекеттер үшін сұрап отырсыз? Осы мен осындай ауруым бола тұра, емделуге жатпай, өз-өзіме қарамай, осындай жағдайға жеткеніммен кешірім сұрап жатырмын. Сот отырыстардың біріне жасалған қылмысты өз көзімен көрген куә келді. Ол сәтте сотталушы сот залынан шығарылды. Ұрып жатырма, сондай дауыстар шықты да. Сөйтіп келе жатқан кезде бір бала алдынан жүгіріп өтті. Жүгіріп қашып баратты. Сөйтіп мен ұрып қашып баратыр екен деп ойладым. Ана балаға не істеп жатсың, милиция шақырам дедім. Ол бала қайтып артқа қайтты да, сол жерде қарасам, жерде қыз жатыр екен. Сөйтіп сол қыздан ар жақтан бір апай келіп қалған екен ол кезде. Сөйтіп сол қызға сол жерде 2-3 рет пышақпен курткасының қалтасынан ба пышақ шығарды, 2-3 рет сол жерде ұрды. Түнде қараңғы, бірақ алып бүйтіп тығып жатқан кезде көрініп тұр, 15-20 сантиметр. Арнайы сараптамаларға тоқталсақ, сот медициналық сараптама кезінде мәйіттен 35 жарақат анықталған. Ал сотталушы оқиға орын алған уақытта өз айтқан аффект жағдайында болмағандығы психологиялық қорытынды негізінде мәлім болды. Өз әрекетіне толық есеп берген екен. Жоғарыда айтылғандардың бәрін ескере отырып, жар сөзді мемлекеттік айыптаушы сотталушыны өмір бойына бас бостандығынан айыруды сұрады. Іс соңына таяған шақта моральдық зиян жағы да көп талқыға түсті. Марқұмның жақындары 10 миллиард теңге талап етті. Қылмыстық кодекстің 125 бабы, 125 прим 1 бабының 1 бөлігімен 2 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодекстің 115 прим 1 бабымен 200 сағатқа мерзімге қоғамдық жұмыстарға тарту жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодекстің 99 бабының 2 бөлігінің 5 тармағымен өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодекстің 58 бабының 4 бөлігінің талаптарының негізінде онша қатаң емес жазаны неғұрлым қатаң жазаға сіңіру арқылы қылмыстық құқық бұзушылық жиынтықтығымен Аймаханға түпкілікті өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Азаматтық талапкер Сағынбектің талабы ішінара қанағаттандырылып, сотталған Аймаханнан талапкердің пайдасына 25 миллион теңге моральдық зиян және мемлекеттік кіріске 2 миллион 162 мың теңге 50 теңге мемлекеттік баж өндірілсін. Қоғамдық резонанстан бөлек бұл іс мемлекеттік бақылауда болды. Резонансты істерде мемлекеттік бақылау іске тікелей әсер етпейді. Мемлекеттің басқа да жұмыстары бар. Әр істі олай бақылауға ала бере алмайды. Сотталып жатқан кісіге, жәбірленушіге бір қатты әсер болмайды оның. Заңда қалай солай. Халық өз қолымен ұстағандай, өз бірге бір қатысып залда отырғандай, бәрін біліп естіп отырады құлақтанып. Некеге тұруға мәжбүрлеуде сталкингте былтыр енгізілген жаңа баптар, яғни қолданыста жүргеніне 1 жылдан сәл асты. Биыл сталкинг дерегі бойынша 67 адам сотталған, оның дені қоғамдық жұмысқа тарту бойынша жаза арқалапты. Ал некеге тұруға мәжбүрлеу дерегімен 25 адам істі болыпты. Оның 3-і 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылса, қалғандары шектелген екен.